Ассаламағалейкум, қадірменді көпшілік. Өздеріңізді естіп біліп отырған шығарсыздар. Қытай коммунистік үкіметі тағы бір алаяқтық саясатын бастады. Яғни біздің сыртқы істер министрлігіне концлагер түрмелерде бірде-бір қазақ қалған жоқ, бәрін босаттық деген өтірік ақпарат берген. Сол арқылы тек қана қазақ үкіметін емес, бүкіл әлемді алдап отыр. Барлығымыз білеміз, концлагер түрмелерде адамдар босатылған жоқ. Өте аз бөлімдегі адамдар босатылып шыққанменен олардың денсаулығы түгелге дерлік құртылған. Яғни толық адам қалпында емес. Біреуінің өкпе бүйрегі кетсе, біреуінің басына зақым келген. Яғни олардың денсаулығы егерде өте керемет жоғары дамыған елдерде емдетпесе, қалыпты өмір сүру өте қиын. Ал енді түрмелерде неше жүз мыңдап, миллиондап концлагерде қамалып жатқаны ол бүкіл әлем біліп отырған шындық. Сондықтан Қытайдың мына өтірігіне тойтарыс беру үшін, алданбау үшін бүкіл осы туыстары концлагерде, түрмелерде нақақтан қамалып, нақақтан зорлық, қорлық көріп жатқан, денсаулығынан айырылып жатқан адамдардың туыстары бізге келіп, дүйсенбі күні біздің жаңа офисімізге, яғни Сайрандағы біздің офисімізге келіп, қайтадан куәлік беріңіздер. Сол күні барлығымыз бас қосып отырып, Қытайдың өтірігін ашамыз. Яғни концлагерде, түрмелерде әлде де сан мыңдаған, миллиондаған адамдар жатқан, тағы бір рет куәлік беріп әлемге, жалпақ әлемге паш етеміз. Сол арқылы біз Қытайдың өтірігіне тойтарыс береміз. Осыған атсалысатын кісілер дүйсенбі күні біздің офисқа жиналыңыздар. Сағат 10-да жиналамыз. Сосын барлықтарыңыз куәліктен өтіп, видеоға түсесіздер. Сосын оны бүкіл халықаралық ұйымдарға және біздің сыртқы істер министрлігіне жібереміз. Келем қатысам деушілер, төмендегі телефон номерлерге хабарласыңыздар. Бірінші Гүлжан Тоқтасынқызы 8-707-280-58-78. Тілек Ниязбекұлына 8-702-639-88-82. Дәулетжан Аға Чаймұратұлына 8-701-178-68-68. Әбілхайыр Аға Телеуханұлына 8-778-666-11-23. Немесе маған, менің аты жөнім Бекзат Мақсұтханұлы, 8-707-604-73-96.